Сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай сап-сары қолдың ірімшігін жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына шейін қарауларыңызды сұраймын. Бізге керек осындай шұңқыр ыдыс, темір ыдысқа құйып алсаңыздар болады. Мен 2 литр сүтті қайнаттым. Сіздер көбейтіп қайнатсаңыздар болады. 3 литр, 4 литрге шейін қайната берсеңіздер болады. Осылай бірінші пісіріп аламыз. Піскеннен кейін 200 мг осындай айранды құйып жібересіздер. Қараңыздар, айраныңыз қатты қышқыл болса 150 мг қоссаңыз болады. Осылай араластырып, жақсылап 2 сағатқа қойып қоясыздар баяу отта. 2 сағаттан кейін қараңыздар, сап-сары суы шығып, осындай іру керек. Сіздерде сүтіңіз ірімесе, тағы да 50 грамдай айран қосып жіберсеңіздер, міндетті түрде іритін болады. Қараңыздар, барлығын араластырып, енді қантымызды қосатын боламыз. 200 мг өз қалауларыңыз, біреулер тәттіні қатты жақсы көреді, көбірек қоссаңыз болады. Жақсылап араластырып, тағы да 2 сағатқа қойып қоясыздар. 2 сағаттан кейін түсі кіріп, осындай сап-сары ірімшік пайда болды. Көрдіңіздер ғой. Осылай сүзгімен сүзіп алып, марлеге немесе орамалға сүзіп алсаңыздар болады. Өйткені суының барлығын қазір сығып алып тастайтын боламыз. 200 мг сүттен менде осындай ғана шықты. Енді біздің отбасымызға жетеді. Көбірек жасасаңыз да өз қалауларыңыз. Осылай бұрап тұрып, суының барлығын шығарып алдым. Шығарып алып, бір пакетке салып, тағы да мен осындай шұңқыр ыдысты пайдаландым. Мультиварканың ыдысы. Осылай қойып, үстінен басып, тығыздасаңыз, өз формасын ұстап тұратын болады. Бетін тарелкамен жауып, 2 литр суды осылай үстіне бастырып қойдым. Негізі 7-8 сағатқа қойсаңыз, қатты болып, керемет бір-бірімен форманы ұстап шығатын болады. Мен енді шыдамай, балаларым жегісі келіп, ерте осылай турап қойдым. Қараңыздар, керемет гіртілдеп, жұмсақ болып су шығып, сочный ірімшік пайда болды. Магазиннен сатып алғанша өздеріңіз үйде балаларыңызға, отбасыларыңызға қолдың ірімшігін жасап беріп қуантсаңыздар болады. Осы дәл менің рецептім бойынша жасасаңыздар, сіздердің ірімшіктеріңіз бір жасағаннан-ақ сәтті шығатын болады. Қараңыздар, керемет жұмсақ туралады. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып, подписаться етіп алыңыздар. Алдағы уақытта айраннан, сүттен жасалатын керемет сырларды, ірімшіктерді жасайтын боламын. Рецепті жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Каналымның алға жылжуына, қазақша контенттің алға жылжуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер.